Баршаңызға сәлем, менің есімім Айгерім, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құймақтан жасалатын торттың жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Өте қарапайым әрі оңай тез жасалатын торт дайындаймыз. Ол үшін қант пен жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай да миксердің қажеті жоқ. Жай ғана араластыратын венчик немесе шанышқының көмегімен де араластыра берсек болады. Жақсылап араластырамыз, қанты ерігенше осылай ақ түске енеді, кішкене көпіршіп көтеріледі. Кейін сүтті құямыз, сұйық майды құйып, кішкене араластырып жібереміз. Енді құрғақ заттарды саламыз. Бұл жерде какао, қопсытқыш, ұн. Оның барлығын салмаймыз, екіге бөліп, дәл осылай жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар, ұнды, какаоны және қопсытқышты, айтпесем түйіршік қалып кетуі мүмкін. Дайын болған соң қызып тұрған табаға дәл осылай екі бетін кішкене қызартып пісіріп аламыз. Дәл осылай болып піседі. Какао қосылғандықтан кішкене піспеген сияқты болып көрінуі мүмкін. Енді барлығы бірдей болып шығу үшін кольцоға жинап алдым. Егерде сіздерде жоқ болса, маңызды емес. Кремді алдын ала дайындап алдым. Осы видеоның описаниесіне жазып кететін боламын. Қажетті заттардың барлығын.